Ассалаумағалейкум. Мен қазақтың сарбазымын. Жасаған ерлігім, көрсеткен қайсарлығым көп ақ. Алайда біздің батырлығымыз еленбей қалатындай көрінеді. Ендеше мұна сұрақты қояйынша. Екінші дүниежүзілік соғыс немесе Ұлы Отан соғысы аталып кеткен майданға Қазақстан қатыспағанда не болар еді? Бәлкім Брест қамалы бірден берілер ме еді? Өйткені Гитлердің алғашқы соққысын өзіне Тургиев, Фурсов секілді қазақстандықтар алған еді. Мүмкін Мәскеуді немістер алар ме еді? Себебі Совет одағының жүрегін негізінен Қазақстанда жасақталған 100-ші, 101-ші, 316-ші және басқа да дивизиялар қорғаған. Ленинград аштан қалуы мүмкін бет. Қоршауда жатқан қалаға көмектескен автомобилистердің жартысы қазақстандықтар болған. Бәлкім, майдан әскерсіз қалар ме еді? Германия халқының 12% ғана мобилизацияласа, Қазақстанда халықтың 25% соғысқа жұмылдырылды. 18 бен 50 жас аралығындағы еркек кіндіктінің 70% майданға аттанды. Мүмкін мылтықтар оқ атпай, танкілер жүрмей, ұшақтар жерден көтерілмей қалар ме еді? Себебі соғыс жылдары Қазақстан бүкіл одақтағы мыстың 35%-ын, қорғасынның 83%-ын, молибденнің 60%-ын, висмуттың 65%-ын беріп отырды. Қарағандының шахтерлары 35 миллион тонна көмірін жіберді. Жауынгерлер аш қалуы мүмкін бет. Соғыс жылдарында қазақтың шаруалары майданға 5 миллион 829 мың тонна нан мен 734 мың тонна ет жіберді. Бәлкім Қырым татары, Қарашай-Балқар, Кәріс, Шешен қоныссыз қалар ме еді? Қуғынға ұшыраған және зорлықпен көшірілген 1,5 миллион өзге ұлтты қазақтар өгейсітпеді. Қиыр шығыста, Жапонның Квантун армиясы да, Украина, Белоруссияда азат болар ме еді, болмас пе еді? Қасым Қайсенов бастаған партизандар жауды ішінен жұлдызғұртша жеді. Бәлкім Берлин алынбай, Рейхстагқа ту тігілмей қалар ме еді? Қаланы бомбылаған әйгілі Бегелдинов, Гитлердің ордасына ту тіккен атақты Қошқарбаев, ал Берлин ратушасын алған Мәденовтың взводы еді. Бұл соғыста мүмкін Советтер одағы жеңбес пе еді? Әрбір 9-шы оқ біздің қорғасыннан құйылды. Әрбір 4-ші азаматымыз жан аямай соғысты, соның әрбір 3-шісі қаза тапты. Біз адал болдық, біз ерліктің үлгісін көрсеттік. Бауыржан Момышұлы тек Мәскеудің түбінің өзінде 27 рет жауға шабуылдап, 5 рет қоршауды бұзып шыққан. Біз қайсар болдық, қызымызға дейін. Біз соғысқа өзі сұранған Мәншүк, жау жүрек Әлия, түн періс атанған ұшқыш Хиуазбыз. Бұл біздің жеңіс, бәріміздік ақ болсын. Бірақ үлесімізді енді ортайтушы болма.